Елім дегендер қамын жегендер, адал өрендер, намысы қайнағандар, ел үшін ар үшін қайратын қайрағандар, қазақтың бағы үшін. Сақтан алашым иманың жиғанын байқа аңғалым, жартылар жанашырды, дос қылар жаманды, әзәзіл аярлар бар, айырар аранды. Баю үшін барында сатқандар, тою үшін де тонында арын сатқан, құлданған санасы, ел мен жер бізге аманат, алаштың баласы. Рухың кешегі қайда, қазағым қайда барасың, мұңым сен жатсам тұрсам жанымның ардағы, бауырлық бірлігінде бағыңның орнауы. Қайырлы кеш, құрметті достар, бүгінгі асар міне кешегі бүгінгі асар жақсы өтті, Аллаға шүкір. Міне бірге тамашалайық. Мешіт толықтай қабырғасы көтерілді. Енді алдыңғы кәлдер ғана қалды. Осындай мешітіміз мына жерде имамның иқрауы болады. Әйелдердің залы болады мына жерде. Сөйтіп былай шығамыз да, Алла қаласа мына жерде мешіттің өзінің асханасы. 140 квадрат. Мына бүгінгі тау жігіттер міне. Karış kirişettiğinden ben binagem vurup şeyimi testi gerek. Al жігіттер, Алла разы болсын. Бүгін керемет, жақсы жұмыс болды. Көрініп қалды. Жігіттер әлі соңғы кірпіштерін ұрып жатыр.